Түлкі мен қасқыр. Ертеде бір айлакер түлкі мен аңғал қасқыр болыпты. Аппақ қар басқан далада күн ақырын шығып, алтын сәулесін шашты. Даланың тыныштығы бүкіл ауылды сүйсіндірді. Жол бойында бір қарт шаруа арбасын айдап келе жатты. Арбада жаңа аулаған балықтары салынған. Аттың тұяғы қарға батып, ауыр үн шығарды. Даланың тыныштығы бұзылмаған сияқты көрінді. Сол кезде бір айлакер түлкі көрінді. Ол арбаны алыстан көріп, екі көзін жылтыратып ойлады. Міне тамақ керемет. Деп түлкіге қу ой келді. Түлкі жолдың ортасына барып, өлген сияқты болып жата қалды. Сол сәттен бастап, түлкі үшін қу ойын басталды. Шаруа жақындап келді де, түлкі қозғалмай жатқанын көрді. Мынау жақсы болды, терісін аламын деп, түлкіні арбаға лақтырып салды. Арба қарға басып, жол бойында балықтар сәл сырғып қалды. Біраздан кейін түлкі тіріліп кетті. Ол арбадан бір-бірлеп балықтарды жолға лақтырып, өзіне рахатпен жинай бастады. Қолына балық алып, мұрнын шайнап ұзақ күлімсіреді. Шіркін, бүгін қарным әбден тоятын болды. Деп ойлады ол. Сол уақытта аңғал қасқыр көрінді. Ол тамаққа тәбетті, сәл шатасқан кейіпте жолда келе жатты. Түлкі, не жеп отырсың? Деді ол. Балық жеп отырмын деп түлкі жауап берді, құйрығын шайқап күлімсіреп. Маған да берші. Деді қасқыр үмітпен. Түлкі ойланып көзін жылтыратып айла жасады. Егер балық жегін келсе, өзің аула, мен саған үйретейін. Қасқыр қызыққа толы көздермен, қалай аулаймын? Деп сұрады. Түлкі. Қыста өзеннің мұзына барып, мұздағы ойыққа құйрығыңды салып отыр. Балық көп бол деп айт. Сонда балықтар құйрығыңа жабысып қалады деді. Қасқыр түлкінің сөздеріне сеніп, мұзды өзенге келді. Ол құйрығын ойыққа салып, түн бойы шыдамдылықпен отырды. Ауа қатты суық, тынысы буланып, құйрығы мұзға қатты жабысып қалды. Таңертең су алу үшін келген адамдар қасқырды көріп, айқайлап қорқып, оны қуалай бастады. Қасқыр қорқып, барлық күшін жинап, құйрығын тартып көрді, бірақ ол мұзда қалып, үзіліп кетті. Қасқыр жүгіріп кетті, енді оның құйрығы қысқарып қалған. Ал түлкі алыстан қарап күліп тұрды. Аңқау қасқыр, айлакер түлкіге алданып қалдың, деді ол құйрығын шайқап. Содан бері қасқыр мен түлкі бір-біріне сенбейтін болды. Қасқыр сәл ренішпен, ал түлкі күлкісімен тапқырлығымен есте қалды. Екі дос та өз жолымен кетті. Содан бері қасқыр сабақ алып, абай болуды үйренді. Балалар, әрқашан ойлануды және сақтықпен әрекет етуді ұмытпаңдар. Сәлем гүлдер. Қараш Монти, бүгін ауа қандай керемет. Я, Аяру. Мынау саңырауқұлақтардың әдемісін ай. Монти, бүгін сенің туған күнін. Шынымен де. Бірінші, бәріміз үйді безендіруіміз керек. Мына әдемі шарларды үрлеуге кім көмектеді? Әрине біз! Монти, мына құлпынайлы торт ұнайды ма саған? Маған барлық торт ұнайды. Құлпынаймен, шоколадпен, балмұздақпен торттар. Монти, Көзіңді жұм? вау! Бұл не? Туған күнім бе? Туған күніңмен, Монти. Туған күніңмен. Туған күніңмен. Бүгін сенің күнің бой. Күлімде сен. Туған күніңмен. Туған күніңмен. Бүгін сенің күнің бой. Күлімде сен. Рахмет, Аяру. Мен өте бақыттымын. Сен менің ең жақсы досымсың. Ал енді кеттік ойнауға. Балақай, каналымызға жазылуды ұмытпа. Ертеде, ешкі жүні бір түйде, бір ата мен бір әже тату-тәтті өмір сүріпті. Күндердің бір күнінде ата мен әже бауырсақ жегісі келіпті. Кемпірім-ау, бауырсақ пісіріп берші дейді ата. Дәмді жұмсақ бауырсақ жегім келіп отыр. Әже қамыр илеп бауырсақ пісіре бастайды. Пештен жаңа піскен алтындай бауырсақ шығады. Ол сондай әдемі, сондай домалақ болыпты. Бауырсақ бір кезде үстелден домалап түсіп, терезеден жүгіріп шығады. Жолмен домалап кете барады. Бауырсақ домалап келе жатып, ән айтқанды жақсы көреді. Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, сенен де қашып кетемін.
домалап кете барамын. Жолда оған қоян кездесіпті. Қоян бауырсақты жегісі келеді. Сонда бауырсақ, қоян, мен саған ән айтып берейін дейді. Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, сенен де қашып кетемін, домалап кете барамын. Бауырсақ әнін айтып, домалап кетіп қалады. Одан әрі келе жатып, бауырсаққа қасқыр жолығады. Қасқыр да оны жегісі келеді. Бірақ бауырсақ қасқырға, қасқыр, мен саған өлең айтып берейін дейді. Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, сенен де қашып кетемін, домалап кете барамын. Қасқыр аң-таң болып қалғанда, бауырсақ домалап жүгіріп кетеді. Бауырсақ әрі қарай домалап келе жатып, аюды кездестіреді. Аю да бауырсақты жемекші болады. Сонда бауырсақ аюға, аю, мен саған керемет ән айтып берейін дейді. Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, сенен де қашып кетемін, домалап кете барамын. Аю күліп отырғанда, ол бауырсақ домалап қашып жүгіреді. Бірақ бір кезде бауырсаққа айлакер түлкі жолығады. Бауырсақ түлкіге өзінің әнін айтып бастайды. Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, сенен де қашып кетемін, домалап кете барамын. Түлкі бауырсақты мақтап, даусың қандай әдемі. Бауырсақ, жақынырақ келіп айтшы, менің құлағым алыстан естімейді дейді. Сонда бауырсақ түлкінің қасына жақындап келіп, ән айтып енді бастаған кезде, түлкі оны хап деп жеп қояды. Осылайша бауырсақтың сапары аяқталады. Балалар, бұл ертегі бізге бейтаныс адамдарға сенуге болмайтынын үйретеді. Қайда барсаң да алдымен ата-анаңнан рұқсат сұрау керек. Үйден шыққанда да міндетті түрде ата-анаңа хабар беру керек. Өзіңді мақтаған тәтті сөз айтқан адамға сене берме, ақылды бала бол. Балақай, каналымызға жазылуды, лайк басуды ұмытпаңдар. Ертеде жасыл орманның ортасында өте еңбекқор құмырсқа мен көңілді шегіртке өмір сүрген екен. Құмырсқа күні бойы тыным таппай, қыстың қамын жасап, тамақ жинаумен әлек болып жүрсе, шегіртке күліп ойнап, ән айтып, орманды шаттыққа бөлейтін болған. Жаз мезгілі, құмырсқа жиналған дәндерді үйіне тасып жүр. Шегіртке, құмырсқа досым, неге сонша асығып жүрсің? Кел, ән тыңда, жаздың қызығын тамашалайық, дейді. Құмырсқа, уақытым жоқ досым, қыс жақындағанда тамақ табу қиын, сол үшін дайындалу керек. Шегіртке, қысты қайтесің, әлі алыс қой, ән салайық, би билейік. Құмырсқа басын шайқап, жұмысын жалғастырады. Күз келді, артынан суық қыс та жетті. Орманда ән де күлкі де тыйылды, ал шегіртке болса тоңып ашыға бастады. Шегіртке құмырсқаның илеуіне келеді. Шегіртке, құмырсқа, досым, маған көмектесші, азығым жоқ, тоңып тұрмын дейді. Құмырсқа, шегіртке, сені жалғыз қалдыра алмаймын. Осындай суықта кір, жылынып ал, деп үйіне кіргізеді. Құмырсқа шегірткеге жылы шай мен нан береді. Шегіртке болса, рахмет досым, деп алғысын білдіреді. Мен қателескен екенмін, келесі жылы сенен үлгі алып еңбектенемін. Я досым, деп құмырсқа басын изейді. Қыстың қамын жазда ойлау керек. Еңбек пен тәртіп адамды жетістікке жеткізеді, ал бірі-біріне көмектесу достықты күшейтеді. Сондықтан әр ісімізге жауапкершілікпен қарап, уақытымызды дұрыс пайдалану ең дұрыс таңдау.